Хейо, ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге мен Стив Майн, және де бүгін біз Майнкрафт ойнауын жалғастыратын боламыз. Короче, достар, бүгін мен дейтін Майнкрафтқа тағы да мод қостым. Короче, бүгінгі мод, ол мынандай мод. Міне, мында, короче, қару-жарақ бар, броня. Бұл мод өте үлкен, сондықтан осы модқа обзорды мен 2 серия жасаймын. Бүгінгі бірінші сериясы. Достар, мне, короче, осындай киімдер бар. Боевой и автомат дейтін жетет, лазер, пистолет и көп оқтар бар. Мында, короче, мына қызықсыз. Достар, мынаны қараңдар, даже өзім көрген жоқ. Достар, еще инструмент бар, әртүрлі типа измерениядан келген сияқты. Міне осындай какой-то коса бар, меч бар. Мен даже, достар, мында даже зомбилар жүреді, андай. Олар қолдарына типа не ұстап алады, автомат. Міне, достар, сүйрекендер, короче. Достар, еще тағы мынандай мод бар. Бұл білмеймін, что за мод, даже өзім білмеймін. Бұл это оранжевый, это бирюзовый. В общем, был рюкзак, короче. Да, тоже инструмент какой-то. И мынау тоже антиблок. Это антиблок, типа невидимый блок. Ну, невидимый дегенде көрінеді, но прям қатты емес. В общем, достар, бүгін осындай, короче, мод болады. Сіздерге мен ең бірінші бүгінгі модта, короче, сіздерге мен қару-жарақты көрсеткім келеді. Өйткені бұл қару-жарақтар, короче, қызық. Маған қызық, сіздерге де қызық болады деп ойлаймын. Не қараңдар, достар. Короче, в общем, міне, достар, киімнен мынаны аламыз. Қазір сразу киіп тастайық. Міне, достар, Майнкрафт кішкене лаг етіп отыр. Кішкене ғана, кіттай ғана ғой, кіттай. В общем, достар, қазір неге қазір мына мод жаңа осыны алдым мен. Неменеге апара берем, мына жерге алып алайын да, сосын киге салам ғой. Қазір, достар. В общем, достар, қазір тосыңдар. Мында дейтін, короче, бардақ болады. Достар, уже қараңғылап кеткен да. Достар, уже қараңғы болып кетті. В общем, қазір киімдер тез-тез кие қояйын. Сіздерге көрсетем. Достар, в общем, осындай киім болды. Міне қараңдар. Йо, красавчик болып кеткенсің ғой, Стив Майн, красавчик. Стив. Блин, болмай қалғанда қар жауып кеткенін қарасайшы. Ой, достар, короче, қазір. Енді мен сендерге, короче, не көрсететін боламын? Не көрсетем? Әрине, сендерге қазір оружияларды көрсететін боламын. Қазір, достар, міне мына жерде нелер бар. Міне автоматтар, міне пистолеттер, не қызықсыз. Вот, это АКМ, Томпсон, болтовка, М4, диверсант, потом дробаш и мынау огнемет аламыз. Потом аук аламыз. И мына диверсант аламыз. Потом диверсант и в общем, щит ала салайық. Қазір, достар, Майнкрафт чуть-чуть лагать етіп жатады. Сосын, достар, бір винтовка аласық. Винтовка или болтовка, бәрі ғой. И бір лазерный не алайық. Жоқ, 2 автомат алған болмайды. Міне бір дробаш и лазер керек бізге. Мына петух. Қазір, достар, мен қазір тауып аламын. В общем, лазерная винтовка и все, обычная винтовка. И қазір не тауып, в общем, мобтарды алайық қазір. Мобтар қайда? Қазір, достар, мобтарда, моб природада. Вот природа, қайда природа? Мына жерде, короче. В общем, достар, бір моб аламыз. Сосын сол мобты қинаймыз ғой, короче, до конца ғой.
қазір достар мен зомби алайын. Қазір достар. Ой, блин, что за фигня шығып кетті мына жерде. Мына жерден қарай салайық достар. Достар, мына жерге жазамыз зомби. В общем, зомби, блин. Жарайды достар. Короче, мынадан шығамыз. Мынадан. Шықсайшы. Шық. Все, достар, короче, шықтық. Міне мынау бізде дейтін огнемет. Міне бұл огнемет, короче, огнемет это отпен атады. Мынау бізде дробовик. Дробовик, бұл прицел жоқ. Мынау диверсант. Бұл короче, немен лазермен атады. Пью. А вот они достар, қараңдар. Они аналар да, короче, достар, оларда қолдарында, олар тоже автомат ұстайды. Қараңдар достар, мынаға шетті киіп алайық. Достар, шетті киіп аламыз. Сосын кейін қазір. Достар, аламыз. Не достар, қараңдар. Негізін алардың қолында пистолет па, или автомат болатын. Вот достар, қараңдар, мынаның қолында пистолет бар. Көрінер ме достар? Қараңдар, мынаның қолында пистолет бар. Не көрінер ме? Еще осындай. Бұлар типа тоже зомбилар, но бұлар, короче, жұмыс типа, короче, без понятия. Даже ананың қолында кирка тұр. Прикинь, достар. Бүгінгі достар, видеоны жай ғана қарап отырмай, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, сосын арнаға тіркеліп отырыңыздар. Ше достар, қараңдаршы, қандай күшті анимация болады өлген кезде. Достар, міне бірінші осы обзорға, осы модқа обзор, короче, 2 серия болады. Өйткені бұл мод алдында айтқандай, короче, бұл үлкен мод. Мен қараңдар достар, қанада қанша зат бар. Мен негізі ең қызықтыларын көрсете салатын болам. Бүгінгі қызықтысы ол не? Автомат. Вот міне достар, автоматтар. Енді қазір лазерді көрейік, винтовканы көрейік. Қазір бірінші болтовка көрейік, болтовка. Вот достар, зомбилар жүр. Атып көреміз қазір. Вот скелет даже. Скелет ұнамайды маған. Мәсаған. Опа, ультіп жаңасың. Вот так-то. Ол, теперь, енді лазер аламыз. Көрейін достар, лазер. Йоқ, көңімі. Достар, мынаны қараңдар, конкретно ғой. Кәдімгі лазер ғой, жестко ғой, күйдіріп жібереді ғой, да, достар. Қараңдаршы. Міне достар, мен сіздер үшін тырысып осындай модты өзім ПК-ма, короче, скачать етіп, сіздер үшін міне осы мод қосып, осы модқа обзор жасап жатырмын. Достар, мен түсінбедім, что-то видеоның алдында мынадай, короче, қызыл заттар болмаған. Олар не болып кеткен белгісіз, не үшін шыққан белгісіз. Достар, мынау лазер, короче. Достар, міне тағы да мынадай, короче, блоктар бар. Мына жерде әртүрлі кирка, в общем, меч, анау-мынау заттар бар. Короче, достар, осы мод, осы модқа обзор жасап болғаннан кейін мен ең соңында, короче, достар, короче, деревняны қорғайтын болам. Ал осыдан кейін, осы модқа обзор біткеннен кейін мен ауылды қорғайтын болам. Зомби, короче, апокалипсис болады дейді Майнкрафтта. Осы мирді мен естідім. Маған хат жіберді, бір деревня, типа, көмек керек деп. И мен айттым, оған не бересің десе, деревня жителері айтады, бізде типа алмаз бар, сол алмазды беремін саған деп. Енді достар, мен келістім, өйткені алмаз деген жоқ, күшті зат қой. Міне достар, еще осындай бір фигнялар бар, хрендар. Білмеймін, короче. В общем, осындай заттар бар. Мына жерде осындай заттар бар еще. Какой-то тесік. И осындай заттар бар. Сосын мынандай заттар. Короче, басқа измерениядан келген заттар ғой. Мына жерде осындай стекло. Тағы да мынау верстак. Мынау вырезкаға керек. Схемаға керек. Мынау дейтін, мынау плодородие, зелье, мынау шишка. В общем, мынау сондай. Сонымен достар, бүгінгі видео аяқталады. Сіздермен бірге болған мен Стив, мен каналға тіркеліп отыр.